Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз адам қиялы. Бірінші тапсырма, сұрақ жауап. Сіз қиялдай аласыз ба? Қиял мен арманның айырмашылығы неде? Сіз өзіңіздің болашақ өміріңізді қалай елестетесіз? Қалай қиялдайсыз? Қалай армандайсыз? Екінші тапсырма, тыңдалым тапсырмасы. Мұқият тыңдаңыздар, содан кейін сұрақтарға жауап бересіздер. Адам қиялында шек жоқ. Әлемді таңғалдырған адамдар саны күн сайын артпаса азайған емес. Әр адамның қиялы әртүрлі болады. Бірінің қиялы біріне ұқсамайды. Бір адамдардың қиялы бай, шындықпен орайласып жататын болса, екінші біреулердің қиялы жөнді жетілмеген, пәрменсіз, тар көлемді болады. Шындыққа сай, дәл, дұрыс образдар жасай алатын адамдардың қиялы мазмұнды келеді. Шындыққа сай, дұрыс қиялдай білетін адамдарда өмірдің түрлі саласынан алынған білім қоры, тәжірибесі, белгілі көзқарасы, соның негізінде қалыптасқан айқын сенімі болады. Американың аса көрнекті ғалымы Эдисон қиялы аса күшті дамыған адам болған. Бір мәшинені 3 түрлі жолмен ғана жасап шығаруға болады деген ұйғарымға келіспей, Эдисон мәшинені 48 түрлі етіп жасауды ұсынған. Адамдар бір-бірінен қиялының пәрменділігімен де ажыратылады. Мысалы, біреулер мәселені шешуге кіріскенде, соның төңірегіне бар ақыл ойын жұмылдырады. Әр сөзін ой таразысына салып, терең ойға шомады. Ол адамдар мәселенің түп қазығын, тарихын іздестіреді. Сол мәселе жөнінде басқалармен кеңеседі, тәжірибе жасайды, материал жинастырады. Осындай адам бір шығарма жазатын болса, өз кейіпкерлерімен іштей араласып кете алады. Олар қуанса қуанады, қайғырса бірге қайғырады. Бізде армансыз адам қанатсыз құспен тең деп атайды. Қанатсыз құс қалай ұша алмаса, адам да армансыз өмір сүре алмайды. Адамдар тек әрекет етудің арқасында орындалады. Армандар тек әрекет етудің арқасында орындалады. Арман үлкен болуы мүмкін, болмаса өзіңіз ұнатқан кішкене затқа қол жеткізу болуы мүмкін. Алға жасалған қадам ғана арманыңызға қол жеткізеді. Ендеше, сіздер осында айтылған қандай адамдардың қатарына жатасыздар? Сіздердің қалай қиялдайсыздар? Осы Эдисон секілді бір мәселенің бірнеше жолын ұсынасыздар ма, әлде тек бір ғана жолмен кете бересіздер ме? Сіздердің армандарыңыз қандай? Үлкен бе, әлде кішкентай нәрсеге қол жеткізу ма? Енді оқулығымызға оралайық. 3 сұрақ берілген. Бірінші сұрақ, мәтіндегі негізгі ақпарат туралы не айтасыздар? Мәтіндегі негізгі ақпарат не? Яғни мәтін не туралы? Екінші сұрақ, арман мен қиял туралы не білесіңдер? Бұл сұрақ бірінші тапсырмадағы сұраққа ұқсайды. Үшінші сұрақ, мәтіннен өздеріңе тартымды көрінген сөздерді теріп жазыңыздар, мағынасын түсіндіріңіздер. Яғни өздеріңізге ұнаған сөздер, немесе сөз тіркестері, немесе сөйлемдер. Енді үшінші тапсырмаға көшейік. Арман мен қиялдың айырмашылығы деген тақырыпта ой бөлісіңіздер. Өз пікіріңізді білдіріңіз. Арман мен қиял екеуі бір нәрсе ма? Екеуінің айырмашылығы неде? Осы сұрақтарға жауап бере отырып, өз армандарыңыз туралы, өз қиялдарыңыз туралы ой бөлісіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.